Неліктен шай әлемде судан кейінгі екінші сусын болып табылады деп ойлап көрдіңіз бе? Қарапайым шығу тегі бар бұл ежелгі сусын бүкіл әлемдегі адамдардың жүрегі мен мәдениетіне жол тапты. Қытайдың қайнаған шай базарларынан Англияның әсем шай бөлмелеріне дейін шай жай сусын емес. Бұл дәстүр, жайлылық және денсаулық эликсирі. Бәріне сәлем, сіздермен адам ағзасы арнасы. Ағзамызға пайдалы тағамдар мен пайдалы ақпараттар жайлы білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Шайдың көптеген түрлері бар. Жасыл, қара, ақ, оолонг, шөп шайлары. Әрқайсының өзіндік ерекше пайдасы бар. Мысалы, жасыл шай антиоксиданттардың көзі болып табылады. Ал қара шай жүрек денсаулығына пайдасы үшін белгілі. Екінші жағынан шөп шайларының нервтерді тыныштандырудан бастап, ас қорытуды жақсартуға дейін көптеген қолданылуы бар. Шайдың салмақ жоғалтудағы атқарар рөлі туралы ұмытпайық. Шайдың пайдасы тек физикалық денсаулықпен ғана шектелмейді. Бұл сіздің ойыңызды тыныштандыратын сусын. Сонымен, шайдың сиқыры қалай жұмыс істейді? Олай болса, құпияны ашайық. Шай ғажайыптарға толы сусын. Ол антиоксиданттарға толы, біздің денеміздегі бос радикалдармен күресетін кішкентай жауынгерлер. Еркін радикалдар егер бақылаусыз қалдырылған болса, ауруға әкеліп зақым келтіруі мүмкін. Шайдағы антиоксиданттар бұл зақымның алдын алады және бізді сау етеді. Шайдың құрамында холестерин мен қан қысымын төмендетуге көмектесетін қосылыстар да бар. Әр жұтым сайын сіз жүрек ауруының қаупін азайту арқылы жүрегіңізге жақсылық жасайсыз. Шайдың зат алмасуды қалай жақсартатынын ұмытпайық. Бұл денеңіздің қозғалтқышын қосу сияқты. Калорияларды тиімдірек жағуға көмектеседі. Физикалық артықшылықтардан басқа шай ақыл-ойдың тазалығы мен тыныштығына ықпал етеді. Бұл сіздің ақыл-ойыңызды тыныштандыратын бальзам сияқты. Сіздің жалпы әл-ауқатыңызды жақсартады. Олай болса, келесі жолы шай ішсеңіз, денеңіз бен ақыл-ойыңыз үшін керемет нәрсе істеп жатқаныңызды біліңіз. Әр кеседе денсаулық тілейміз. Сіздермен болған адам ағзасы арнасы. Келесі көріскенше ағзамыз аман болсын.